КамАЗ айдайтын да, КамАЗ дейсің. Дальнобойщик. Иә, дальнобойщик сондай. Айдалада Россияның трассасы жағында бір жақта келе жатыр дейді, айдалада. Аха. Сөйтсе, бір келіншек тоқтатып тұр дейді. Кәдімгі халатпен немен шығып кеткен енді анау жаңағыдай, иә дұрыс киінбеген дейді. Сөйтіп кішкене уайымдап тоқтаған ғой енді. Сөйтіп отыра салып, айдаңызшы деп айтады. Қайға айдаңызшы? Нені? Тіке, КамАЗ, иә КамАЗ. Тіке айдай беріңіз. Тоқтамаңызшы деген ғой. Кетіп барады, не болып қалды, тыныштық па? Сөйтіп аға жылап тұр дейді енді кәдімгі. Келіншек. Иә, мен салып бере алмаймын мен оны жылағанша. Жылап тұр дейді да. Сөйтіп не болып қалды, тыныштық па? Өзімнің төсегімде басқа біреумен ұстап алдым деген ғой. Басқа бір қатынмен жатқан жерінен ұстап алдым. Сөйтіп қалай боласың ол үйде деп, енді қашып кеткен болып тұр ғой үйден, жылап еңіреп. Сөйтіп айдап кетіп барады, ол қиын болып ғой деп, көкем мен КамАЗист көкем біразын көріп тастаған бәле ғой. Кетіп барады дейді. Сөйтсе жаңа аға жаман анау жаңағы есіме түсіп жатыр деп айтады дейді да. Жоқ ой, есіңе түсіп жатқанда бол, бәрі нормально, дұрыс жеткізіп тастаймын, апарып тастаймын деп. Сөйтіп аға деп не айта бер. Жаңағы күйеуімнің несіне жаман шыдай алмай жатырмын. Сол күйеуімнің маған істеген ісіне мен кек алғым келіп тұр деп. қалай? Кек алғысы келіп тұрған емес, түсінбеген көкем. Сөйтсе кек алғым келіп тұр деп қайтарғысы келіп тұрған екен. Көкем асықсыз, көкем сәл жай жүріп қалды. Бір жерге тоқтап, екеуі жақсылап кек алып, жаңа көкем бодырый ары қарай кетіп барады, айдап. Анау да жап-жақсы болып қалған. Сөйтіп арада бір жарты сағат 40 минут өткеннен кейін жаңа келіншек тағы да аға тағы да кек алғым келіп отыр. Бопты деп екеуі тағы да кек алып. Сөйтіп енді оталдырып, енді жүріп барады. Бір 5-10 минуттан кейін аға тағы да кек алайықшы деп сөйтсе жаңа ағам айтады дейді. Отыршы тынышы, өзің бір кек шылғат.